Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздермен әдебиеттік оқу пәнінен 53-ші сабақ асыл сөз тақырыбын өтеміз. Тапсырма 1. Түсініп оқы. Бала кезінде әжеммен қонаққа жиі баратынмын. Bir ғажабы, қай үйге қонаққа барсам да ылғи құлақ жейтінмін. Әже, деді бір күні шыдай алмай маған, неге құлақ құсата береді? Әжем маған мейірлене қарап былай деді. Ата-бабаңның дәстүрі солай. Үлкендердің жас балаға құлақ беретін себебі, жақсы сөзге құлағы түрік болсын, айтқанды тыңдап өссін дегені. Екінші тапсырма. Мәтінді пайдаланып түсіндіріп көр. Су анасы бұлақ, сөз анасы құлақ, жол анасы тұяқ. Яғни, неге бұл жерде ана дегенді көп қолданған? Соны түсіндіріңіздер. Үшінші тапсырмаға зер салайық. Асыл сөз. Атам менің әмәнда әдепті жан бол деген, асыл сөзі санамда, жасы үлкенге жол берем. Алдын орап кісінің, кесіп өтпей көлденең, ізетімен кішінің сәлемдесіп қол берем. Атам менің әмәнда кіші пейіл бол деген, асыл сөзі санамда, мақтанбауды жөн көрем. Өзімді мен өзгеден санамаймын жоғары, әуес боп жел сөзбенен көргенім жоқ мен әлі. Атам менің әмәнда әділетті бол деген, асыл сөзі санамда, жүрегім әділ жолменен. Қалдыратын ұятқа, жалған сөзге төзбеймін, жеткізетін мұратқа, тек шындықты көздеймін. Дейтін атам әмәнда, мейірімділік борышың, қадірлі қарт адамға берем ылғи қол ұшын. Орындаймын табанда, тілегінің бәрінде, кейде ауырып қалғанда, әкеп берем дәріде. Атам менің әмәнда, бол дейтұғын тіл алғыш, асыл сөзі санамда, алып жүрмін кіл алғыс. Үлкеннің де кішінің, айтқан тілін аламын, істеп бәрін ісінің, көңілдерін табамын. Әбдірахман Асылбек ағамыздың шығармасы. Төртінші тапсырмаға зер салайық. Семантикалық картаны толтыр. Яғни атаның ақылдары ол кішіпейіл бол, мейірімді бол, әділетті бол, үлкенмен сәлемдес, тіл алғыш бол делген. Яғни осы ақылдарды қай шумақты айтқан екен, соны белгі қойып белгілеңіздер. Бесінші тапсырма. Атаның ақылын тыңдап, оны сен қалай орындайсың? Өлең сөзімен жауап бер. Мысалға, кішіпейіл бол. Өзімді мен өзгеден санамаймын жоғары делінген. Яғни осынша сөздерді осы асыл сөз өлеңінен тауып, үлгіге қарап отырып жазыңыздар. Алтыншы тапсырма сіздерге үйге беріледі. Яғни шығармашылық тапсырма. Көркем ойға сәйкес келетін өлеңді бөліктерге бөліп, әр бөлікке ат қойыңыздар. Атауды нақыл сөз түрінде ұсыныңыздар. Яғни, асыл сөз өлеңін бөліктерге бөліңіздер. Төртінші тапсырмаға орындағандай, әр шумаққа ат қоясыздар, және де сол атауды нақыл сөз ретінде ұсынсаңыздар өте керемет болар еді. Яғни, нақыл сөз дегенді бірінші біз түсініп алуымыз керек. Яғни, нақыл сөз деген ол ұлы ғұлама адамдардың айтқан өсиет сөздері, ол нақыл сөз болып келеді. Және де осы нақыл сөздің мәліметін, мән-мағынасын, дерегін дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Және де осы шығармашылық 6-шы тапсырманы орындаңыздар. 5 шумаққа 5 түрлі ат қойыңыздар. Атау жай ғана қарапайым болмасын, нақыл сөз түрінде мақал-мәтел қолданыңыздар, нақыл сөз қолданыңыздар, ізденіңіздер, талмаңыздар. Сіздерге сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.